достар, бүгін бізде YouTube арнамызда Arduino бойынша алғашқы сабағымыз. Енді осылай YouTube-қа Arduino-ны жалпы алғашқы деңгейден бастап жақсы жобалар жасағанға дейінгі аралықта осындай шағын видеолар сабақтар түсіріп тұрамыз, бастап жатырмыз. Бұл YouTube арна Mars Robotics, немесе бұрынғы атауы KZ Robotics. Олай болса, бірінші сабағымызды бастайық. Біздің алғашқы сабағымыз жалпы Arduino Uno микроконтроллері. Бұл R3 деп аталады, яғни үшінші поколение. Осы микроконтроллердің жалпы контроллер дегеніміз не, қалай жұмыс жасайды? Бүгін осы Arduino-мыздың, яғни микроконтроллерімізді толықтай танысатын боламыз. Енді жалпы Arduino микроконтроллерін, осы Arduino ойлап тапқан итальяндықтар 2005 жылы Италияның Иврея қаласында Массимо Банси бастаған команда жалпы кез келген чайник дейді ғой, жаңадан бастаушылар микроконтроллерді қорықпай бастап, қандай да бір өзінің жобасын жүзеге асырылатындай жаңа бір микроконтроллер түрін іздейді. Сол іздеу барысында 2005-те зерттеуді бастайды. Сол 2005-те бастаған Arduino USB, Arduino Serial деген сияқты микроконтроллерді ойлап шығарады, бірақ олар әлі ол команданың алға қойған мақсатына жетпеген. Себебі олардың мақсаты олай болды. Кез келген адам осы микроконтроллерді алып, қандай да бір үлкен бір физика бойынша немесе электроника программалау бойынша білімді қажет етпей, алып өзінің алғашқы жобасын бастай алатындай мүмкіндікте болу керек. Сол шартқа, яғни өздерінің қойған мақсатына 2010 жылы жетіп, алғашқы Arduino Uno деген микроконтроллерді ойлап табады. Яғни Arduino, қазір түсін өзгертейік. Arduino Uno деген бірінші деген мағынаны білдіреді. Яғни ең алғашқы Arduino. Сол осы Arduino Uno-ны қолдана отырып, осы сонымен бірге Arduino IDE 1.0 деген алғашқы программалау тілін, яғни программатор жасап шығарады IDE-ні. Енді Arduino Uno нені білдіреді? Жалпы Arduino сөзінің итальян тілінде айтылулар көп, соның ішіне бір мағынасын біреуі жақын дос дегенді білдіреді. Яғни бұны мен балаларға түсіндіргенде, сабақ түсіндіргенде соны айтамын, яғни Arduino сіздердің жақын достарыңыз. Бұл қандай әлемде жақын дос? Бұл роботехника әлемінде, микроконтроллер әлемінде, немесе инженерлік роботехника әлемінде сіздердің жақын достарыңыз. Себебі бұл контроллермен оқушы мектеп кезінде бастаған жобасын университетке түскенде, сонымен бірге қандай да бір IT стартап проектлер, жобалар бастаған кезде де бірге қолдана беруге. Сонымен бірге биылғы жылы осы Arduino компаниясын Qualcomm компаниясы сатып алғаны белгілі. Олай болса, осы кезге дейін микроконтроллер шығарып берген Arduino алдағы уақытта микрокомпьютерге де қадам басады деген сөзді білдіреді. Енді Arduino Uno R3-пен танысайық. Қазіргі таңда R4 шықты. Біз әлі R3 зерттеп жатырмыз. Arduino Uno R3-тің негізгі миы, мына тіктөртбұрыш қара нәрсеміз, ол процессор, ол біздерде ATmega 328P деп аталатын, яғни негізгі процессоры. Бұл процессордың жады, яғни память орысша айтқанда 32 килобайт. 32 килобайттық жад. Яғни 32 килобайт жад деген нені білдіреді? Егер де мен осы Arduino'ның ішіне программа жазатын болсам, менен кейін, мысалға, Асқарды кезеген біреу келіп, тағы да бұл Arduino программа жазатын болса, менің программам кетіп қалады да, орнына сол менен кейінгі жазған адамның программасы сақталады. Яғни бұл осыған дейін стандартты Lego, Evo 3-пен, немесе Spike-пен жұмыс жасап қалғандағыдай ішінен керек программа таңдап, соны қосамыз дегенге келмейді. Яғни бұнда дейтін тек соңғы жазған программа сақтап отырады. Себебі жады біздерде 32 килобайт. Енді Arduino Uno-ның порттарына келейік. Жалпы порттар бөлігін Arduino 3-ке бөліп қойған. Біреуі digital, сандық порттар, мына жерде бізде аналог in деген бар, аналог порттар, және power. Ең бірінші power бағыты бойынша қарастырайық. Яғни power деген ол біздерде қазақшадан білдіреміз, ол да ток көзі. Олай болса, power бағытында негізі екіге бөлуге болады. Жалпы мен оқушыларға былай деп айтам, яғни тогымыз біздерде плюс бар және минусымыз бар, және біздің плюсіміз де бөлінеді. Бірінші минустарды қарастырайық. Минус ток. Минус ток біздерде GND. Так, мен мұна оның алды жазғандарымды мұнарды өшіре тұрайын. Сіресе кедергі келтіріп тұрғандарды. Сонымен GND-ді қарайық. GND біздерде 3 GND бар. Біреуі Power'дың қатарында 2 GND бар мінекей. GND және
13 деген санның қасында тағы да бір GND бар. Яғни GND деген порттар саны 3. GND ол ground, заземление дегеннің қысқартылғаны, GND ground дегеннің. Сондықтан жалпы біздер алдағы уақытта қандай да бір датчикті немесе дейтін қандай да бір драйверлерді минусқа қосатын жағдайда біздер осы GND деген порттарды қарастырамыз. Енді плюс ток. Жалпы плюс ток өте қызықты нәрсе. Плюс тогымыз біздерде екіге бөлінеді. Біріншісі басқара алмайтын. Басқара алмаймын. Немесе алмаймызды. Басқара алмаймыз. Екінші басқара аламынды. Басқара аламын. Яғни біздің қолымыздың билігіміз сөзіміз өтеді деген мағына біледі. Басқара алмайтын. Бірінші басқара алмайтын қарайық. Басқара алмайтын токтар бұнда екі порт бар. Біреуі 3,3 вольт, біреуі 5 вольт. Яғни GND-дің көршілері. 3,3 вольт және 5 вольт. Енді қарайық, мұна GND-ді, минус тогымызды және мұна екі портты біз басқара алмаймыз. Басқара алмаймыз деген нені білдіреді? Ол дегеніміз, яғни Arduino-ға ток қосылған бойда, Arduino токқа қосылған бойда. Бұл 3 GND және мұна 3,3 пен 5 вольт барлық бесеуі Arduino токқа қосылған бойда, олардың бойында ток келіп тұрады деген сөз. Ток дегені ол былайша айтқанда су сияқты, немесе біздің бойымызда жүріп жатқан қан сияқты да. Біздер мына қанды контроль жасай алмаймыз, тек қана оны біз қысып, қан тоқтап тастауымыз, қолымызды өйтіп, немесе жаңағыдай кесіп алып тастағанда сияқты. Яғни бұл үшеуінде питание берген бойда бұның үшеуінің бойында ток келіп тұрады. Мұнда 3,3 вольт ток келіп тұрады, мұнда 5 вольт ток келіп тұрады, мына екеуінде сәйкесінше минус токтар келіп тұрады. Егер де біз оған қандай да проводты қосатын болсақ, сол проводтың бойымен аталған токтар жұмысын бастайтын болады. Оны алдағы сабақтарда қарастырамыз. Ең бастысы осылай жазып жаттау болу керек. Екінші, басқара алатын плюс токтар. Бұларды басқара алатын логикалық плюс токтар деп аталады. Яғни біздер бұларда программа жазу арқылы оларды өшіріп тастай аламыз, немесе максимум қоса аламыз, немесе аралығындағы 0-ден 5 вольтқа дейінгі жиілікпен жұмыстанамыз. 0-ден 5 вольтқа дейінгі. Яғни D 0-ден бастап D13-ке дейінгі сандар, A 0-ден бастап A 5-ке дейінгі порттарды біздер программа тілімен басқара аламыз. Бұлардың барлығы максимум 5 вольттық токты шығарады. 5 вольттық токты. Яғни мынадан бастап мына 13-ке дейінгілер максимум 5 вольт ток шығарады. A0-ден бастап A5-ке дейінгілерді максимум 5 вольт шығарады. Және бұларға біздің сөзіміз өтеді. Бұларды біздер Arduino IDE-дегі C++ программа тілі арқылы басқара алатын боламыз. Яғни қажетті уақытта жарығымызды өшіреміз, қосамыз, датчик температурадан мысалға данныйды аламыз, LCD экранға жазу шығарамыз, моторымызды қозғаймыз, өрт датчигі, газ датчигі, Arduino арқылы біреудің телефонына қоңырау шалуға, GPS сигналдар қояды, Wi-Fi-ға қосуға, соның барлығын осы мына аталған порттарға программа жазу арқылы жүзеге асыратын боламыз. Так, енді жалпы Arduino-ға қандай токты қосуға? Мынаны оқушылар дәптерге міндетті түрде жазып алу керек. Мынаны толықтай дәптерге жаздыртып аласыздар. Енді жаздыртып алғаннан кейін келесі. Енді ең маңызды нәрсенің біреуі Arduino Uno'ға қалай қуат береміз. Arduino Uno'ға қуат берудің үш жолы бар. Біріншісі USB, өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай. Екінші арнайы штекер деп аталуға, штекер қосылатындай. Және үшінші GND мен WIN арқылы. Жалпы бұл аталған екі вариант арқылы, немесе барлық арқылы. Токтың қосудың несі бар да, шегі бар. Минимум 6 вольт, максимум 20 вольт арасында Arduino ток қосуға. Әрине 24 вольт қосқандар да бар. Ол енді Arduino Uno'ның жасалған сапасына байланысты, кейбір Arduino Uno'ға шыдамай жанып кетіп жатады, ал кейбіреулер жұмыс жасап тұрады. Бірақ сәйкесінше жұмыс жасау өмірі, яғни ұзақтығы қысқаруы мүмкін. Сондықтан да негізгі рекомендация 6 вольт пен 5 вольт. Arduino өзі максимум 5 вольттық ток шығаратын болғандықтан 6 вольттан төмен түсіп кеткен жағдайда біздің көптеген датчиктеріміз жұмыс жасауы мүмкін. Бірақ негізгі жағдайда USB арқылы компьютерге қосқанда жалпы Arduino 5 вольттық токты алады. Бірақ енді ол кездерде біздер токта аз тұтынатын, мысалы жарық диод, батырма сияқты да, мына жарық диодты қосу, светті ашып қосу деген сияқты. Сондай токта аз тұтынатын компоненттермен жұмыс жасақ, ол артығымыз жетеді. Егер де біз USB компьютерден қосып отырып, моторды басқаратын болсақ, бірнеше сервоны, ультразвуктарды қоятын болсақ, онда ток жетпеу пайда болады. Ток жетпегеннің кесірінен біздің компоненттеріміз дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Так,
Енді Arduino Uno арқылы тағы да білу керек нәрсе, бізде мына қызыл батырмамыз, ол біздерде ресетті, яғни программаны қайттан басынан бастатады. Кнопканы басасыздар, программа қайттан басынан бастап орындап береді. Сонымен бүгінгі видеода түсінген нәрсеміз не? Arduinoны ойлап тапқан итальяндықтар 2010 жылы Италияның Иврея қаласында Массимо Банси бастаған команда жасап шығарған. Память 32 килобайт. Минус токтары GND деп аталады. GND, ground. Плюс токтары бізде екіге бөлінеді. Басқара аламыз және басқара алмаймыз. Осылай жадта болу керек. Басқара алатындар ол біздерде 0-ден бастап 13-ке дейінгі, немесе A0-ден A5-ке дейінгі, да? Яғни digital порт пен аналог порттар қатары. Басқара алмайтын плюс токтарымыз ол біздер 3,13 вольт пен 5 вольт токтарымыз. Олай болса, Arduino Uno'ның айтпақшы әлемде ең кеңінен танылуының бірден бір себебі Arduino Uno'да авторлық құқық жоқ. Яғни бұның көптеген көшірмесін жасағандар бар. Мысалға Искра деп шыққандар бар, K-Studio деп шыққандар бар. Жапонияда дейтін әртүрлі анимеге байланысты шығып жатқан түрлер бар. Сондықтан да бұл осы арқылы авторлық құқығы жоқтығының арқасында Arduino деген сөзді алып тастайды да өздерінің брендтерінің атын жазады, жаңа бренд ойлап шығады. Мысалға айтыңыз, Америкада Spark деген варианты бар. Яғни солай ол әлемде жаулап алды. Сонымен бірге Arduinoның жалпы Қытайда шығатын нұсқасы осыны көк түсті болады. Arduinoның Италияда шығатын оригинал нұсқасы жасыл болады. Қытайдың ішіндегі оригинал нұсқасы ол біздерде қызыл болып саналады. Яғни осы әлемде негізгі үш түрлі түс: қызыл, жасыл, көк түсте кеңінен танылған. Олай болса, келесі сабақта осы Arduinoның қасындағы көмекшісі макеттік плата ол қалай жұмыс жасайды, сонымен бірге 5 вольттар GND-лардың жұмысымен танысатын боламыз. Олай болса, келесі видеода кездескенше. Рахмет.